Бейімбет Майлин атындағы номер 3 жалпы орта білім беретін мектебі 3 тоқсан 10 сынып қазақ тілі пәні 6 бөлім. Қазіргі қоғам, әлеуметтік теңсіздік, тілдік жүйе және стиль. 9 сабақ. Тақырыбы: білім артық па, байлық артық па? Қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Жылкелдина Меруерт Әділбековна. Сабағымыздың мақсаты: мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау, мақал-мәтелдерді оқып, көтерілген мәселені талдау, негізгі ақпараттарды анықтап, көзделген мақсатқа сәйкес ауызша ой-пікір айту, публицистикалық стильдің мәтіндегі қолданысына назар аудару, ерекшеліктерін түсіну. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық жүргізейік. Сөздерді бірге қайталаймыз. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Еңбек етіп ерінбей, жақсы баға алайық. Оқушылар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Білімнің артықшылығы. Бірде Хазіреті Әлиге 10 шақты яһуди келіп, бір сұрақ берейік. Егер ол шын саңлақ болса, 10 түрлі жауап тауып сөйлер деген. Сонымен, күндердің күнінде жаңағылар Хазіреті Әлиге ғылым артық па әлде мал артық па деп оқыстан сұрақ қойыпты. Сол мезетте Әли: бірінші, ғылым артық. Өйткені ғылым пайғамбарлардан қалған мирас, ал мал Перғауын мен Қарынбайдың мирасы. Екінші, ғылым сені сақтайды, ал малда сен сақтайсың. Үшінші, ғылымның досы көп, ал малдың дұшпаны көп. Төртінші, ғылымды жұмсасаң арта береді, ал малды жұмсасаң азая береді. Бесінші, ғылым саған құрметті атақ береді, ал мал сараң деген атақ қалдырады. Алтыншы, ғылым өзін-өзі сақтайды, ал малды үнемі бағып күту керек. Жетінші, ғылым қиямет күні иесіне шапағат жасайды, ал мал иесіне қисапсыз жауап бергізеді. Сегізінші, ғылым тозбайды, жоғалмайды. Мал болса қолдың кірі, өледі, жоғалады. Тоғызыншы, ғылым көңілді нұрландырады, адамға ақыл ой қосады, ал мал масаттандырады, болған үстіне бола түссе екен деп дүние қоңыз етеді. Оныншы, ғылым Аллахқа таухид, ғибадат қылады, ал мал иесінің көңіліне тәкаппарлық салады деп тапқырлық танытыпты. Бүгінгі біздің тілдік бағдарымыз публицистикалық стиль. Публицистикалық стиль латынша көпшілік, әлеумет деген мағынаны білдіреді. Қоғам өмірі үшін маңызды мәселелерді талқылау деген ұғымда жұмсалады. Публицистикалық стиль жұртқа үндеу, үгіт айтуда пайдаланады. Үндеуге, үгітке қоғам үшін және дәл сол кезеңде зор мәні бар мәселелер тақырып болады. Ауызекі сөйлеу стиліне тән сипатқа да ие болады. Ол көбінесе газет, журнал, радио, теледидар арқылы беріледі. Тілдің сипатына сай мынандай тілдік тұлғалар қатынасады. Экспрессивті сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, сөйлемдер. Тақырыпқа сай терминдер, неологизмдер, толымсыз сөйлемдер, қаратпа сөздер, сұраулы және лепті сөйлемдер. Публицистикалық стильдің қолдану аясы: газет, журнал, деректі фильм, радио, теледидар салаларында кеңінен қолданылады. Бірінші тапсырма: мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіре отырып, өз ойыңды дәлелде. Мақал-мәтелдер: бай мақтанса табылар, кедей мақтанса шабылар. Ақылды арын қорғайды,
саран малын қорғайды. Ағайының бай болса, шайнағанын май болар. Білегі күшті бірді жығады, білімі күшті мыңды жығады. Бай бауырын танымас, сауда досқа қарамас. Киіміне қарап қарсы алады, біліміне қарап шығарып салады. Ғылым теңіз, білім қайық. Балалар, осындай бізге мақал-мәтелдер берілген. Осы мақал-мәтелдердің мағынасын түсініп, өз ойымызды дәлелдейміз. Үшінші тапсырма. Публицистикалық стиль мәтіні бойынша қазақ тілі қай топқа жатады? Өз ойларыңды нақты мысалдар арқылы дәлелдеңдер. Оқушылар, бізде төменде публицистикалық стиль мәтіні берілген. Осы мәтінді оқып, қазақ тілі қай топқа жатады? Өз ойларыңды әрі қарай дамытып жалғастырыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймын. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, деп Абай атамыз айтқандай, білімділердің айтқан ойларының әйтеуір бір талапты жасқа кез боларына еш күмәнданбауы керек. Білімді өлсе қағазда аты қалады, өнерлі өлсе істеген заты қалады. Ақыл жастан, асыл тастан деген сөзді айтқанда халқымыз жас толқынның болашағынан үлкен үміт күткен. Жастар қоғам, халық алдындағы борышын, міндетін сезіне білу қажет. Әрі қарай қорытындымды Мұхтар Шахановтың рух пен тіл әнімен аяқтаймын.